Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге мен Нуракон. Достар, бүгін біздер Black Russia ойынын ойнайтын боламыз. Достар, бастырма жатып лайктарыңызды және каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Төменде подписаться деген қызыл кнопка бар. Так, достар, бұл ойында мен сіздерге қазір қалай оружиеге лицензия алу керектігін үйрететін боламын. Так, көбісі негізі білмейді қалай оружиеға лицензия алу керектігін. Сондықтан да мен қазір көрсететін боламын. Так, біздерді бірінші ол үшін өзіңіздің машиналарыңызды немесе скутер алсаңыздар да болады. Ойбай, не өкіт, авторский право бері. Так, ол үшін бізге чатқа GPS деген команданы жазасыздар. И важное место, сосын правительствоға барасыздар. Правительствоға барасыздар. Соған дейін бару керек. Мә әлі маған 7 километр бар екен. 7000 метр. Так, онда мен бұны өткізе салайын. Так, достар, уже бізде 800 метр қалды. Так, достар, сіздерге 1000 алғыс айтам, достар. Сіздерге көп-көп рахмет. Мені 1000 подписчикке жеткізіп тастағандарыңызға сіздерге көп-көп рахмет. Бұйырса енді 10 000, 100 000-ға дейін жетеміз. Давайте мені қолдап, осылай демеп жүрейік. Так, мына жерде енді бұлай өтіп кете салуға бола ма екен? Йо, по-любому штраф па не? Йо, әшейінде өткізетін еді ғой. Штрафқа түстім, уже бір штраф болды. Надоел. Штрафтан штрафқа түсіп қалған соң. Жарайды, онда кете берейік әрмен қарай. Так, жеттік уже біздер лицензия алатын жерге. Так, өшері қоя берейік. О, тупой скутерім кетіп қалғаны қалай кетті. Так, мынақта мынандай беріп жатыр екен. Так, достар, мына жерде басқа жерге бармай, именно мына төртеуінің ең біріншіне барасыздар. Міне леп белгі тұр. Осы жерде қараңыздар міне. Біздерге 70 закон плюшествую деген бір сонда керек. И именно осы 4-ші уровень керек. 4-ші уровень. Болмаса бермейді сіздерге. Сосын 30 000 рублей и сосын сатып аласыздар. Вот, лицензия енді сіздерде бар, достар. 30 күндік жарамдық несі бар. Бұл да ана права сияқты 30 күндік жарамдық несі. Срогы бар өзінің. Так, енді қазір сіздерге дәлелдеу үшін мен қазір қайдамын мен өзі? Так, сразу оружейныйға барып, қазір бәрін тексертетін боламын. Оружие қазір аламыз. Так, достар, егер мені қолдап кетсеңіздер, осы ойынды до конца түсірем, бірге машина алып, бірге тюнингтап, сөйтіп жүретін болам. Осы ақшаны осы YouTube-қа түсіру үшін жинадым. Давайте қолдап кетейік мені. Так, оружие сататын жерге келдік. Так, сразу мына жерге барамыз. Оружиеге кіреміз. Так, боевой пистолет. Дробовик дейді. Так, боевой пистолет аламыз ба? Давайте осы 65 000 теңгеге боевой пистолет алып алайық. Штурмовый. Осы пистолет ала берейік, бізге пистолет болады осы. Да, конечно. Мә 65 000 теңгеге, достар, сатып алдым уже. Так, сразу біздер добычаға кіреміз. Жоқ, добычада емес. 10 000 теңгені алып алайық. Оқ алып аламыз қазір. Тоқташы, не өп кетті? Так, патрон пистолета. Так, 1250-ге сатып ала берейік. Так, болды. Так, бізде инвентарда бар уже бұл. Так, инвентарға кіреміз. И мінекей, достар. Ойбай, жоқ, тоқта қазір. Используйте. Болды. Так, қайда? Қалай алатын еді пистолет? Вот, мінекей. Вот.
Менде пистолеттің оғы бар еді ғой. Қайда кетіп қалған? Пистолеттің оғын сатып алып едім ғой мен. Добычада. Жоқ, мына пистолеттің оғы бар еді ғой менде. Има пистолеттің оғын қалай алатын еді? Экипировка. Жоқ, бұның керегі жоқ, бірән жилетін құрсын. Мен басқа патрон пистолетов дейді. Дұрыс қой, пистолетов міне. 1250 теңге. Вот. Так, вы действительно хотите на патрон пистолет размера на 200 рублей. Так, недоступная из инвентара. Ой, инвентарда место жоқ дейді ғой менде. Не істейм енді бұларды? Используй дете салайық. Сохранить бәрібір ғой. Так, мынаны басамыз. 250. Вот. У нас недостаточно. Не дейді? Инвентар, да? Тоқташы қазір. Инвентар дейді. Инвентар. Түсінбей жатырмын мен. Оғын ше. Өзіңде енді бастап едім Black Russian. Қалай ойнайды енді. Ал жарайды достар, ары қарай енді көрерміз, енді өздеріңіз де көрерсіздер. Осымен менің видеом аяқталды. Сіздермен болған мен Нуракон. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.